Құрметті алматылықтар, Алматының қонақтары, мынау көптен бері ойда жүрген қуырдақтың көкөзі деп аталатын осындай дәмханаға келіп дәм татып жатырмыз. Жақсы, керемет. Осы істі бастаған Еркебұлан бауырымызға алдағы уақытта жұмыстарына береке тілейміз. Енді не айтайық, көп тамақ жей алмадық, сол тапананға тойып қалдық Сарымаймен. Еркебұланға қазан жаппай пісірсең келем деп айттым. Жалпы бұл өте жақсы бастама. Бұл тек осы Алматы қаласында емес, біздің Астанада, сондай-ақ еліміздің барлық аймақтарында болған қалаймыз. Дұрыс, сұраныс көп. Не айтайық, сол бәрі дәмді, бәрі жақсы. Ұзағынан болсын, оңынан болсын. Мынау келіп жеткен жылымыз құтты болсын. Жастарыңыз құтты болсын, барлығы ойдағыдай болсын. Тілегіміз сол. Қуырдақтың көкөзін тек қана түйе сойғанда емес, жылқы сойғанда да, қой сойғанда да, сиырды айта алмаймын, ренжіме. Сол. Жақсы. Тәке, бір ауыз айтыңыз. Ал енді бәріңізге де осы қуырдақтың көкөзі дейді ғой. Бұл жерде тамақтары өте жақсы, дәмді. Енді өзі ұлттық тағамдар ғой. Негізі жастарға да осы ұлттық тағамдарға көзқарасын көп салсын да. Жаңағы өте қазір жастар тез тамаққа да көздері кетіп қалып жатыр, ауыздарда да, бәрі аяқтарда. Бірақ біздің ұлттық тағамдар, біздің ата-бабаларымыз сол тағаммен өскен, біздерді өсірген. Осы ұлттық тағамдарға келіп, осы жерге келіп, тамақ дәмдеп, осы мереке, той, думан, жалпы жай ғана келіп, осы жерде шай ішіп кет, қымыз, сорпа, осындай ішіп кетсеңдер де болады. Сол енді. Жаңа Еркебұлан бауырымызға сәттілік деймін. Тек қана іске сәт, ақ жол. Сол енді. Рахмет.